Құрылысты жақын салып қана қоймай, сол маңдағы аумақты басып алғысы келеді. Карбышев және университет көшелеріндегі бірнеше үйдің тұрғындары жаңадан салынған көп қабатты үйге іргелес жер аумағын кеңейту және қоршау жұмыстарына қарсылық білдіруде. Халық коммуналдық және жедел жәрдем қызметтерінің өтуіне арналған маңызды жол бөлігін жауып тастайды деп алаңдаулы. Мәселенің мән-жайын анықтап көрдік. Вы вот сейчас приехали, и они стали быстрее и быстрее ставить забор. То есть они начинают расширять свою территорию прямо сейчас. Можете на это наблюдать на заднем фоне. Карбышев және университет көшелерінің маңында салынған көп қабатты тұрғын үйге байланысты жағдай халықты ерекше алаңдатып отыр. 9 қабатты үй бұрын жаяу жүргіншілер жолдары мен автотұрақтардың орнында бой көтерген. Көктемде жұмыстар басталған кезде құрылыс салушы тұрғындарға аумақты көркейтуге уәде берген деседі. Құрылысқа жауаптылар бізге балалар ойын алаңын ретке келтіруге, асфальт жабынын төсеуге уәде берген еді. Олар біздің коммуникациялық желілерге қосылып отыр. Жүрер жолымыз тарылды, автотұрақтан да айырды. Құрылыс жұмыстары кезінде университет көшесіндегі үйде жарықшақтар пайда болып, қазір қалыпқа келтірілді. Тұрғындар құрылыс қоршауы басқа тұрақты қоршауға ауыстырылғанын көріп, наразылық білдірді. Оның салдарынан жүретін жол бөлігі тарылып, қоқыс жәшіктері терезелердің астына ауыстырылған. Сондай-ақ үй аумағында көліктермен қозғалу қиындай түскен. Әкімдік учаскенің сатылуына рұқсат берген, ал біздің ауламыздағы балалар ойын алаңының абаттандырылмағанына 50 жылдай уақыт болды. Бізді жыл сайын құр уәдемен шектейді. Академик тұрғын үй кешенінің, яғни құрылыс салушының өкілі барлық жұмыстар ережеге сәйкес рұқсат беру құжаттары аясында орындалуда дейді. Қоршау туралы айтатын болсақ, бұл аумақта аула, тұрғындарға арналған ойын алаңдары, воркаут аймақтары болады. Бұл бізге абаттандыру бойынша бөлінген учаске, және бізде ресми актілер, барлық құжаттар бар. Тұрғындардың сөзінше, бұл жерде бас жоспар бойынша екі үйдің арасын металл қоршаумен емес, көгалдандыру арқылы бөлу керек еді. Жұртшылық мұндай құрылыс жұмыстарымен қоршауға рұқсат берген барлық қызметтер адамдардың қауіпсіздігін ескермеген деп отыр. Төтенше жағдайлар орын алған жағдайда адамдарды жедел эвакуациялау мақсатында аталған аумаққа техниканың кіруіне және оны орналастыруға мүмкіндік болуы керек, дейді көпшілік. Шағымданушы тұрғындар барлық жауапты органдарға, яғни полиция, әкімдік, сенім қызметі, төтенше жағдайлар департаменті мен Горкомтранс компаниясына дейін хат жолдады. Төтенше жағдайлар басқармасы бұл оқиғаға дереу назар аударып, жазбаша өтінішті күтпестен сол ауданға тексеруге шықты. Шындығында 9 қабатты тұрғын үй қазір биік ғимарат болып саналмайды. Бірақ өрт сөндіру техникасына арналған 6 метрлік жол бөлігі қамтамасыз етілуі керектігі айтылды. Хабарлама түсті бізге. Біз инспекторлермен барып шықтық, қарап шықтық. Өрт қауіпсіздігінің талаптарына байланысты үйдің биіктігі 10-нан 28 метрден, үйдің қабырғасынан жолдың шетінен 5-8 метр болу керек. Одан 28 метрден жоғары болса, онда 8-ден 10 метрге дейін болу керек арақшты. 2016 жылы төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлері жаңа ғимараттарды пайдалануға қабылдау жөніндегі комиссия құрамынан шығарылды. Яғни, егер бұрын өрт сөндірушілер құрылыс салушыға белгілі бір бұзушылықтарды көрсете алса, қазір оған мүмкіндік жоқ. Осындай келеңсіздіктер салдарынан заңсыздық жиілейді. Земельный участок принадлежит. Бұл жер учаскесі құрылыс компаниясына тиесілі. Олар қайталама нарықтан сатып алғандықтан, бұл олардың заңды жер учаскесі. Бірақ біздің тарапымыздан жанжалды реттеу мақсатында құрылыс салушыға тұрғындармен қоршауға қатысты келіссөздер жүргізуге және ортақ шешімге келуге кеңес берілді. Құрылыс салушы тұрғындарға ыңғайлы болу үшін қоршауды 2 метрге жылжытуға уәде берді. Арман Қазбекұлы, Миржан Жұмамұратов, Серік Тоғаев, Наталья Заяц, 5-ші арна.